today. Let's continue our lesson. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздер 3-ші модулімізді жалғастырамыз. Яғни біздің тақырыбымыз What's your favorite fruit? What's your favorite fruit? Сенің сүйікті жемісің қандай? Деген сұрақ. Яғни біздер бұл жерде кешегі өткен сыныптарына қатысты сұрақтар құрастырып үйренеміз, және де тағы да қосымша осы жемістер мен фруктерге, жемістер мен көкөністерге қатысты сұрақтар жасап үйренеміз. First of all, let's revise the vocabulary from the previous lesson. Әдеттегідей ең алдымен өткен сабақтағы жаңа сөздерді бір қайталап өтейік. Бізде жемістермен танысқан болатынбыз, олар fruits. An apple, a pear, a melon, a grape, an orange, a pineapple, a banana, a watermelon, a kiwi, a strawberry. Және сонымен қатар біздер көкөністермен танысқан болатынбыз. Көкөністер бізде vegetables, a potato, a carrot, a cucumber, a tomato, a pumpkin, a cabbage, a pepper, an onion. Және де бүгінгі сабағымызда оқушылар түстермен танысамыз. Түстер ол бізде colors. Қызыл түс red, көк түс blue, сары түс yellow, жасыл түс green, оранжевый немесе қызғылт сары деп айтады orange, ақ түс white, қара түс black, қоңыр түс brown, күлгін purple, қызғылт pink. Және бір қайталап өтейік. Red, blue, yellow, green, orange, white, black, brown, purple, pink. Және негізгі тақырыбына көшейік. Біздер өткен сабақта мысалы this is a carrot, жақын жердегі заттарға, және алыстағы бір затқа that is a pumpkin, немесе алыстағы жақын жердегі көше заттарға these are carrots, немесе алыстағы заттарға those are tomatoes деп өткен болатынбыз. Енді біз осы заттардан сұрақ жасаймыз, яғни анау не, мынау не, яғни сұрақтар жасаймыз. Мынау не, анау не, мыналар нелер көше формада, және аналар нелер деп сұрау үшін what деген сөзді қолданамыз. What деген сұраулы есімдік. Бұл жерде мысалы мынау не деп сұрау үшін мына сөйлемдегі біз мына carrot-тың не екенін сұрау керекпіз, бізге белгісіз мысалы ол. Сол кезде арнайы сұрақ what-тан басталады, және мына is алға шығады, this соңына кетеді. Сонда what's this болады. What's this? Мынау не? Мынау сәбіз деп жауап береміз. This is a carrot. Анау не? What's that? Біздер себебі that is-ден сөйлем мына осы that is-ден шығып тұр, сондықтан what's that болады. Көше формада міне осы сөйлемнен сұрақ жасаймыз carrots-қа, сондықтан what are these болады, мыналар нелер. Ал көше формада what are those болады, аналар нелер. Жауаптарында осы жауаптарды береміз. Және сонымен қатар осындай сұрақтар жасап үйренеміз. Біз бұған дейінгі сабақтарда мысалға сенің сүйікті тәнің қандай деген сияқты сұрақтарды өттік. Енді біз сенің сүйікті жемісің қандай деп сұрап үйренеміз. Біз оны қалай құраймыз? What's your favorite fruit? What's your favorite деген сүйікті. Мына жерге жемістің орнын алмастырып басқа сөздер қоя берсек болады. Мысалы, сүйікті жемісің, сүйікті көкөнісің, сүйікті түсің, сүйікті спортың, сүйікті тағамың деген сияқты алдағы уақытта басқа да сөздерді мына фруттың орнын алмастырып қойсақ болады. Сонда what's your favorite fruit? Сенің сүйікті жемісің. Жауап беру үшін my favorite fruit is a banana. Менің сүйікті жемісім банан. Дәл жаңа айтқандай фруктты сұрадық. Енді көкөністі сұрау үшін what's your favorite vegetable деп сұраймыз. Сонда сенің сүйікті көкөнісің қандай деген. Менің сүйікті көкөнісім my favorite vegetable is a cucumber. Қияр деп жауап береміз. Түстерді сұрау үшін дәл жаңа айтқандай what's your favorite color деп сұраймыз. Color. Сонда сенің сүйікті түсің қандай деген сұрақ.
Ол мысалы my favorite color is blue, көк түс деп жауап береміз. Немесе бір заттардың түсін сұрайтын болсақ, what color is the tomato? Мына менің қызанақтың түсі қандай деген сұрақ. Қызанақтың түсі қызыл деп жауап берсек, the tomato is red деп жауап береміз. Қысқаша түрде осы сұрақтарға қатысты біздің сабағымыз аяқталды. Енді тапсырмаларға кезек берейік. Task 1, мына жерде what's this немесе what's that-тың біреуін қоямыз. Мына өткенде өткен мектеп құралдарымыз және мына стрелкаға қараймыз. Мына жерде кішкене алшақтау тұр. Яғни бұл what's that деп қоямыз. What's that? It is a computer деп жауап береміз. Немесе what's this? Жақын жерде тұрмын, дәл қасында тұр. Оған what's this деген сұрақ қоямыз. Осы екі сұрақтың бірін мына жерге қойып жауаптарын жазамыз. Екінші тапсырмада көше формаға арналған what are these? Жақын жерде тұрған болса, стрелка дәл қасында тұр. These are bananas деп жауап береміз. Егер алыста болса, стрелка көрініп тұр міне. What? Бір зат мына жерде. Бұл жерде алыста бар, жақында бар, көп затта бар, немесе жеке заттар да бар. Соған мән беріңіздер. Мысалы, мына жерде стрелка дәл қасында көпше формада тұр. Мына жерде дәл қасында жекеше формада тұр. Сонда мына жерге what's this деп қоямыз. Мына жерде алыста көп зат, алыста бір зат. Осылайша қалған мына жерде міне алыста бір зат, жақында көп зат, алыста бір зат, жақында бір зат. Барлығы өткен тақырыптағы өткен жаңа сөздердің барлығы таныс, тек сұрақтарды шатаспай қойып, жауаптарын шатаспай жауап берулеріңіз керек. Және де осы сұрақтарға жауап берсек, answer the questions, үш сұрақ берілген, үш сұраққа жауап берсек. What is your favorite color? Сенің сүйікті түсің қандай? What is your favorite fruit? Сенің сүйікті жемісің қандай? What is your favorite vegetable? Сенің сүйікті көкөнісің қандай деген үш сұраққа жауаптарымызды жазайық. Осымен қысқаша бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видео сабақтың астындағы тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. See you next lesson. Goodbye. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.